Біз ата-анамызбен бір қорыққа демалуға бардық. Ол жер таулы қонақ үй болатын. Біз таулы қонақ үйдің 3-ші этажындағы 2 бөлмелі үйді жалдадық. Ал уақыттағы табиғат өте әдемі болатын. Менің басым ауырғандықтан мен бөлмедегі балконда отырдым. Әкем мен анам болса маған күліп қолын болға отырды, а мен тамсана қарап отырдым. Bir кезде мен бір адамды көрдім. Ол менің анам мен әкемнің артында тұрды. Ағаштардың арасында қатты қорқынышты, ұзын және де арық адам көрдім. Мен ата-анама "Бері келіңіздер, ол жерде қауіпті" деп айқайлап жібердім. Мен оларға не айтқанымды айтқанда, анам болса "Сен күнге ысып кеткен шығарсың, көзің елестеген шығар" деп жауап қайтты. Ал әкем болса анама біртүрлі қарады. Сол кезде әкем болса маған өзінің оқиғаларын айтып жатқанда "Не сурет салғаныңды көрсетші" деп айтты. Мен оған не көргенімді салып бердім. Әкем көргенде өте қатты таңғалды. Не екенін білмеймін, бірақ ол қонақ үйде түнеп болғаннан кейін тезірек кетуіміз керек деп айтты. Мен ұйықтай алмадым, өйткені біреудің түрі маған қарап тұрғандай сезілді. Бірақ сонда да ұйықтап жатқанда бір дыбыс мені оятып жіберді. Ол дыбыс болса, жаңағы ұзын адам менің терезем алдында тұрды. Басын қозғап қарап тұрды. Оның ұзын денелері мені одан самайын қорқытты. Мен жаман қорқа бастадым. Bir кезде мен оның қолын ұзарып жатқанын көрдім. Мен жаман бақырып жібердім. Сол кезде әкем келіп светті жандырып жіберді. Қолында бейсбол битасы болды және есікті бір қолмен ұстап тұрды. Мен есімнен танып қалдым, бірақ үлкен қолдар да кетіп қалды. Мен тұрғанда үйге бара жатқанымды түсіндім. Үйде әкеммен бірге отыра әкем маған бір суреттерді көрсетті. Ол суреттерде бір аға мен бір қарындас тұрды. Бұл мен және де бұл менің қарындасым деді. Мен оған "Әке, бұны неге көрсетіп жатырсыз?" дегенде, әкем "Қарындасым маған мына суретті көрсетіп жоғалып кеткен болатын" деді. Достар, егер де сіздерге видео ұнаса, каналға тіркеліп лайк басамыз. Сіздермен бірге Let's Play. Сау болыңыздар.